Tortumuz da tayar болды, оңай, көп нәрсе керек емес. Дәмі де өте дәмді, қазір кесіп көрсететін болам. Қандайсыздар? Мен тортқа міне қамырын илеп алып жатырмын, жаңа түспей қапты басшағы. Бір стакан құмшекерге 2 жұмыртқаны араластырып алып, соданың үстіне уксус тамызып, соны құясыздар, және 150 грамм сармай саламыз. Сөйтіп, мына қолға жабыспайтын қамыр болғанша илейміз. Пакетке салып. Әдемі қамыр болды. Осыны енді жұмсақ әдемі қамыр болды. Осыны бір 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильникке қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Тортқа илеген қамырымызды өстіп пісіріп алып жатырмыз. Барлығын бірдей алып пешкеге. Міне кремін істеп алдық. Бірінші 2 стакан молоко, 1 стакан құмшекер, 2 ас қасық ұн салып, жай отта қайнағанша бұлғатырамыз. Қайнағаннан кейін алып, үстіне 250 грамм сармай салып, үстіп әбден араластырамыз. Салқындағасын кремді пісіріп алған коржиктеріміздің арасына салып, бір-бірінің үстіне қабаттап, тортымызды әшекейлейміз. Массамыз осындай қалады. Осындай болды, массамыз әбден майы араласып. Енді осы азғантай мұздау керек. Сосын коржиктеріміздің, пісіріп алған коржиктеріміздің арасына жағып, холодильникке қоямыз. Міне креміміз де болды. Кремімізге міне 2 стакан сүт, 1 стакан құмшекер, 2 ас қасық ұн, 2 жұмыртқаны салып, жай отта былғап, әбден қайнағанша бұлғап тұрамыз. Қайнағасын оттан алып, үстіне 250 грамм майды салып, ден араласқанша бұлғап отырамыз. Суығасын кремімізді алып, торттарымыздың арасына салып, тортымызды холодильникке қоямыз. Міне, бисмилла деп қойып, кремін жаға бастаймыз. Тортымызды холодильникке қоямыз. Міне, өте әдем шықты. Тортымыз да таяр болды. Қазір холодильникке 1 сағатқа қоям. Кремдері қатқасын кесіп көрсететін болам. Бисмилла деп тортымызды алдық міне. Қазір кесемін. Көрінісі де әдемі. Қолдағы банасымен тез, оңай даярлауға болады. Көріп жатырмыз міне. Дәмі енді өте керемет болды. Сіздер де істеп көріңіздер. Дәмін тілі үйрет десе де болады. Дәмі де өте дәмді болған. Көрінісі де басқаша. Сіздер де істеп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.